Баршаңызға сәлем. Бүгін менің мастер-классыма қош келдіңіздер. Менің есімім Алима. Бұл менің ең бірінші мастер-классым болғандықтан сәл қобалжып тұрмын. Маған қолдау көрсетіп, лайк, подписка жасап қойыңыздар. Мен осындай сүп-сүйкімді, әп-әдемі пинетке, туфельке тоқыларыңыз келсе, менімен до конца болыңыздар. Қалай тоқу керек туралы бәрін алда түсіндіремін. Бұны мен жұмнан заказ бергем. Бұл кішкентай баланың аяғына өте жұмсақ, нәзік болып келеді. Сондықтан осы жіппен тоқуды шештім бүгін. Енді көреміз, қалай болатынын. Менде осындай маркер, кішкентай ғана ілмек. Одан кейін қайшы керек бізге. Сосын крючок. Крючок менде 2,9 миллиграмм. Бұл жіпте бізде 50 граммда 165 метр, 70 катон, то есть 70% бамбук или хлопок. Шатас кеттім, уже не помню. Жазды қыста алғам. Содан бері енді тоқи бастадым. Ең бірінші біз пинетке туфельке тоқу үшін 21 воздушный петля набираем, теріп аламыз. Орап. Бұл менің бірінші мастер-классым болғандықтан түсіністікпен қарауларыңызды сұраймын. Қобалжып тұрмын. Осылай бірінші петляны чуть-чуть былайынан қысып аламыз. Келесі тоқыған кезде, чтобы мына жерде домалақ дырка болмас үшін. Сәл қыстық, енді бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21. 21 воздушный петля тердік. Енді 1, 2, 3, 4. Төртінші петляға 2 воздушный петля тоқимыз. 2 воздушный столбик тоқимыз. 1, 2, 3. Bir, 2. Сонымен бізде бұл жерде 2 столбик бір накидпен тоқыдық. Мынау жаңағы ең біріншісі бұл бізде бір столбик болып саналады. Сонда 1, 2, 3, 3 столбик бір накидпен болып есептеледі. Ары қарай 16 столбик бір накидпен тоқимыз. Bir, 2, 3, 3. 16 столбик бір накидпен тоқып болғаннан кейін кесеміз. 15 столбик бір накидпен тоқыдым. Енді 16-шысы. 16.
Енді 17-ші петляға самый бірінші петляны набирать еттік қой, сәл қысыңыздар дедім ғой, соған біз 8 воздушный петля набирать етеміз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Енді мына жіпті сразу тағы да енді мына қатарынан, екінші қатарынан тағы да 16 воздушный петля, 16 столбик, бір накидпен тоқимыз. Соның арасына мына жіпті тығып жібереміз. Бізге енді 16 столбик керек, бір накидпен. Көрдіңіздер? Бір, екі, үш. Енді ары қаратай өздеріңіз тоқыңыздар. 16-шы столбик бір накидпен тоққан кезде кездесеміз. 16 столбик бір накидпен тоқыдық. Енді мына жіпті кесіп тастасын. Осы жерден кесіп тастайын. Енді келесі мына ең бірінші 3 петля, 3 столбик бір накидпен тоқыдық қой. Енді тура сол жерге тағы да мына жерге 3 столбик бір накидпен тоқимыз. Бір, екі, үш. Біз мына қатар, бірінші қатар тоқып болдық. Енді мына жерде біз бір қатар без накида, столбик без накида бір қатарынан тағы тоқып шығуымыз керек. Екінші қатарымыз. И самый ең астындағы стежокпен соединять етеміз. Мына жерде біз жаңа алдында ең соңғы екінші стежокқа соединять етеміз, чтобы ровно болып тұру үшін біздің неміз бұйымымыз. Соединять еттік. Келесі қатар. Соединительная петля. Бір воздушная петля. Дәл осы жерге бұл бізде бір столбик без накида болып есептеледі. Бір,
2 маркермен белгілеп қояйық. Біздің ең бірінші петлямыз без накида, столбигіміз, петля дей берем, осы столбигіміз без накида ең бірінші басталады. Осы жерден 2, жаңағы 3 столбик с накидом тоқыдық қой ең бірінші. Солардың әрқайсысына бір петлядан қосамыз, сонда 3 петля с накидом, сонда 6 столбик шығу керек без накида. Мына жерде есептейміз. 1, 2, 2 столбик без накида, 3 столбик без накида, дәл осы жерге тағы да 1 столбик, сонда 4 болды. Келесі 3 қатарымызға тағы да 1, 2, екеуден көбейдік, сонда мына жерде бізде 6 столбик без накида. Енді әрі қарайта тағы да 16 столбик без накида тоқимыз. Қанша осылай санап жүреміз. Қанша болды? Мына жерде 8, мына жерге тағы да 1, 2, 3 тоғыз жүрем. 1, 2, 3. Енді мына жерде біз 8 столбик бір накидпен тоқыдық қой. Сол 8 столбикті каждый столбигіне бір петля қосамыз, бір столбик қосамыз, сонда 8 петля бір накидпен 16 столбик шығу керек без накида. Біріншісі кетті 1, дәл осы жерде тағы да 1 столбик без накида 2, 3, тағы осы жерден 4, мына жерде тоже 5, осы жерден тағы да 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Әрі қарайта өздеріңіз 16 столбик без накида тоқыңыздар. 16 столбик без накида тоқыдым. Енді мына жерде 3 столбикке тағы да 2 столбик, тағы да бір столбиктен қосамыз. 6 столбик болу керек без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Ең бірінші жағы біз маркер қойған жеріміз осы. Мынау соединительный петля, біз бұны есептемейміз. Ең бірінші біздің қатарымыз, столбигіміз осы маркер тұрған жер. Енді қараңыздар, бірінші қатар, екінші қатар кетті. Енді үшінші қатар тоқимыз. Үшінші қатар столбике с полунакидом тоқимыз. Сонда қазір көрсетем, полунакид дегенде
маркерімізді алып тастаймыз, белгілеп аламыз. И осы жерге соединяем, біріктіреміз. Біріктіреміз. 1, 2, 2 воздушная петля. Бұл бізде бір столбик без накида, с полунакидом бой есептеледі. Енді накид келесі столбикке. Үшеуін бірге тартып алып шығамыз. 2. Бұл бізде столбик полунакидом деп есептеледі. Қазақшасы жартылай накидпен. 1, 2, 3, 4, 5. Осылай бір қатар бүкіл полунакидпен соңына дейін осылай тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Көрініп отыр ма сіздерге? 6, 7, 8, 9. Қатты қысып тоқып жібермеңіздер. Қатты қысып тоқсаңыздар, бұйымдарыңыз өте тығыз болады. Сосын келесі жолы мына нелерден, петлялардан өткізгенде қиынырақ болады. Ортаңғы тығыздықпен тоқып үйренеміз. Осылай до конца, соңына дейін петля, столбик, тағы да петля дедім ғой. Столбик полунакидом, жартылай накидпен осылай до конца соңына дейін тоқып шығамыз. Енді әрі қарата өздеріңіз тоқи беріңіздер. Соңында соединять еткен кезде, біріктірген кезде кездесеміз. 59, соңына жеттік. 60. Егерде тура менімен бірге тоқып, мен сияқты 21 петля, воздушный петля набирать етсеңіздер, онда сіздерде соңында 60 столбик шығу керек. 60. Мына бізде соединительная петля, бұны біз есептемейміз. Біздің жаңағы ең бірінші 2 воздушный петля набирать еттік қой, осымен соединять етеміз. 2 воздушный петляның самый екінші стежогына. То есть соединять еттік. Бізде осындай табан шықты. Пинетки туфелькеміздің табаны. Мынау теріс жағы, мынау оң жағы. Енді табанды тоқып бітірдік. Енді бізге осындай соңында обвязка жасау үшін бір қатар рельефный узормен тоқимыз. Ол үшін бізде мынау бізде бірінші столбиге тоже 60 петля шығу керек. Бір петля подъема белгілеп аламыз. Мына бізде соединительная петля, бір петля подъема, воздушная петля
тердік қой. Осы жерге жаңағы маркерімізді белгілеп қоямыз, чтобы келесі соединять еткенде шатаспас үшін. Бір воздушный петля көтеріп алдық. Біздің бұл самый бірінші бастапқы петлямыз. Столбигіміз есептеледі. Енді былай істейміз. Артқы жағынан зигзаг ретінде ерек рельеф дейді ғой, рельеф сияқты осылай. Артқы жағынан былайынан шығарып аламыз да, и осы жерден тартамыз. Бір. Тағы да көрсетейін. Артқы жағынан. Каждый столбикті крючокпен былай айтқанда артқы жағынан кіріп, артқы жағынан іліп аламыз да, и осылай бір столбикті крючогымызбен, қысқартып айтқанда қалай айтсақ болады екен. Крючогымызбен осылай орап аламыз, крючокпен былайынан орап аламыз. Бір столбикті шығардық, енді тартамыз. Осы рельефный узор дейді. Біреу, екі, тағы да жағаға шыққан жерден қайттан жаға шықты қой, біз крючокпен іліп алып. Енді сол шыққан жерден қайттан кіреміз де, келесі қатардан шығарамыз. Үш. Тағы да шыққан жерден қайттан кіреміз. Сосын келесі неден, петлядан шығамыз. Крючогымызды бір столбикпен орап аламыз деген. Қазақша тілмен айтқанда. Тағы да бір рет көрсетейін замедленный съемкамен. Мына шыққан жерден қайттан кіреміз. Бір столбигімізді осылай орап аламыз да, крючокпен тартамыз. Тартамыз и екі петлядан өткіземіз. Тағы да көрсетейін. Осылай. Осылай. Сол жерден шыққан жерден тарту керек бізге. Сонда қараңыздар, бізде осындай екі оң жаңағы петлялар көрінеді. Мынау бір, былай екі. Соңында көрсеттім ғой, біз обвязка жасаған кезде бізге ыңғайлы болу үшін осындай рельефный узормен ыңғайлы болады. Осы екі петлядан екі бетінен алған кезде обвязка жасауға өте ыңғайлы. Енді до конца енді өздеріңіз тоқыңыздар, соңында мына жерде маркер тұрған жерге дейін кездесеміз. Маркерге дейін жетіп келдік. Енді соңғы бір рет көрсетейін. Осылай іліп аламыз. Мына жіпті шығарып, екі петлядан өткіземіз. Маркерімізге дейін келіп жеттік. Енді осы жерді маркер тұрған жермен біріктіреміз. Соединительный петлямен. Мына бізде айттым ғой. Не деп, мынау біздің алдыңғы соединительный петля, бұны біз есептемейміз. Есептесек, әйтпесе тағы да бір столбик болып кетеді. Сол үшін келесі мына біздің петлямыз. Іліп алдық. Енді бізге 4 қатар 1, 2, 3, 4. 4 қатар бізге столбик без накида тоқу керек.
4 қатар столбик без накида керек. Мына бізде оң табанын осылайынан істейміз. Мына бізде іші теріс болып келеді. По желанию стельки төсеп или клеить еткенде енді нежелательно клеить етуге. Стелька төсеп қойып, бетінен тағы да бір қатар осылай табанды тоқсаңыздар, екеуін біріктіріп тоқсаңыздар болады. Но енді кішкентай балаға мынаның өзі қалың болып келеді. Новорожденныйға особенно. Новорожденныйға аяқтарына жұмсақ болып тұру керек. Ешқандай стельки нелердің қажеті жоқ деп ойлаймын кішкентай балаларға. Ал когда ол стельки бала жүре бастаған кезде, бір 9 айында, сол кезде істеуге болады. Ал соединительная петля. Бір воздушная петляны көтердік. Түсінікті болу үшін маркер жасап біліп қояйын. Мына жерде ең бірінші біздің столбигіміз болып есептеледі. Енді бір момент көрсетіп жіберейін. Енді осы жерден бастап бір воздушный петля істедік қой, көтеріп алдық. Енді тура осы жерден тағы да бір петля, бір столбик без накида жасаймыз да, и осы жерге маркерлеп қоямыз. Ең бірінші біздің бастаған петлямыз болып есептеледі. Осыны бір столбик деп есептейміз. Сондағы мынау 1-2 петляны санамаймыз. Бұл екеуін біз өйткені соединительная петля, мынау воздушный бір петля и столбик бір накидпен, соның бәрін бір деп есептейміз. Келесі маркер тұрған жерге дейін тоқып алайық, сол кезде мен сіздерге көрсетсем қалай болатынын. 58 столбик без накида. 59 и 60. 60. Мына бізде соединительная петля алдыңғы есептемейміз. И бір петля подъема, тура сол жерден тағы да бір столбик істедік. Осылардың барлығын бір петля деп есептейміз. Мына маркер тұрған жерге соединяем, соединительный петлямен біріктіреміз. Мына осылай шығады. Ол бізде бір қатар. Енді екінші қатар столбик без накида. Тағы да солай. Мынау соединительный петля, бір петля подъема, бір петля көтеріп аламыз. Дәл осы жерден тағы да бір петля тоқимыз. Чтобы анық көрініп тұру үшін біздің бірінші столбигіміз без накида. Тура осы жерден тағы да. И осыны маркермен белгілеп аламыз, шатастырып алмас үшін келесі жолы. Бір, екі, үш деп тұрғы, осының бәрі бір столбик болып саналады. 1, 2, 3. Тура осылай до конца осы маркер тұрғанға дейін өздеріңіз тоқып жеріңіздер. 58, 59, 60. Маркер тұрғанға дейін келіп жеттік. Енді осы маркерді алып біріктіреміз. Бірінші қатар мен екінші қатарда. 60 болды. Жаңа айтқандай соединительный петля подъема бәрі бір столбик болып есептеледі. Аламыз да біріктіреміз.
соединительный петля деп аталады. Соединительный петлямен біріктіреміз. Төртінші қатарға да келіп жеттік. 58, 59, 60. Соединительный петля, петля подъема и бір столбик. Осының бәрі бір столбик без накидовой есептеледі. Маркерімізді аламыз. Дәл осы жерден тағы да 5-ші қатарды тоқимыз. Енді 5-ші қатарды айналдыра тоқып, алдыңғы мысоқты бастаймыз. Мынау сокращать ету керек, қысқартамыз. Мына жерде убавление жасаймыз. Бірінші бір петля подъема соединяем, то есть біріктіреміз, сосын біріктірдік, одан кейін бір петля подъема жасадық. Тура осы жерден тағы да бізде бір столбик без накида маркерімізбен белгілеп аламыз. Осы жерден. Енді бұл бізде центр, ортасы болып есептеледі. Бізге 19-шы столбикке осылай басқа түсті жіппен белгілеп алсаңыз болады маркердің орнына. 19-шы столбик. Енді мына жақтан санаймыз. Бізде соединительный петля, бұны есептемейміз. Мынадан бастаймыз. Келесі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Мына жерге контрастный нить, контрастный басқа түсті жіппен өйстіп белгілеп алсақ болады. Мына жерде былай. Кейін мына екі нені соединительный петля біріктірген кезде өзі түзеледі былайынан. Ал бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 маркерге келдік, алып тастаймыз. 19. Мына мысокта алдында 22 столбикті қысқартуымыз керек. Через екі қатардан қысқарта бастаймыз. Алдыңғы несін іліп аламыз, ілгегін 1, екінші ілгегі. Осы екеуін біріктіріп, бір столбик жасауымыз керек. 1 столбик. Одан кейін 2 столбик. 3 болды. Қайтадан 2 ілгекті іліп аламыз да қысқартамыз. 1 столбик жасаймыз. Екеуін қысқарттық. Тағы да 2 столбик. Тағы да алдыңғы ілгектен іліп алып қысқартамыз.
Қысқарттық. Енді 2 столбик жасап, 2 столбик без накида тоқимыз. Тағы да қысқартамыз. 2 столбик. Тағы да 2 столбикті 1 столбик ретінде қысқартып алдық. Қайтадан 2 столбик без накида. Накидсіз 2 столбик. Енді соңғы екеуін қысқартамыз. 1 столбик жасаймыз. 2 столбиктен 1 столбикке қысқартамыз. Қысқарттық. Енді маркерге дейін жеттік. Маркерден алып 19 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Осылай мына маркерге дейін тоқыңыздар. Маркерге дейін тоқыдым. Мына бізде соединительная петля, петля подъема, 1 столбик. Осының бәрі 1 столбик болып есептеледі. Маркерді алып тастаймыз. Или сіздерге түсінікті болып тұра берсін. Мен сіздерге түсіндірейін. Енді біз осы қатарды біріктіруіміз керек. Ол үшін былай істейміз. Жібін сәл ұзынырақ қылып кесіп алып тастайын. Жіпті былайынан шығарып аламыз. Маркерден кейінгі келесі столбиктен өткіземіз бірінші мына жақтан. Өткіздік. Сонда бізде тартқан кезде мынау маркердегі тұрған столбигіміз 1 столбикке айналады. Осылай өткізіп алдық. Жіпті. Енді мына жерден іліп алуымыз керек. Өшеден біз сәл босатып алдым. Осы жерден екеуінен 2 ілгектен ілгізіп аламыз. 1. Шықты. Енді мына жібімізді осы жерден өткіземіз. Бұлайынан. И маркерімізді алып тастасақ болады. Осылайынан тартамыз. Солда бізде жаңағы маркер тұрған жерден 1 столбик, 1 петля шығардық. Сол кезде біздің бұйымымыз переходсыз ровно болып келеді. Осылай жабамыз. Ал мына жіпті крючокпен жіптердің арасына тығып жіберуге болады. Өстіп. Кейін келесі тоққан кезде столбиктердің арасына жібімізді жасырып қойсақ болады, чтобы торчать етіп тұрмас үшін, шығып тұрмас үшін. Міне. Біз бүгін мысокты қысқарттық. Енді мына жерден боковой жағынан осылай тағы да қысқартқаннан кейін 3 қатар осылай қиғашынан көтеруіміз керек. И осындай ажурды жасауымыз керек. Мына тұрған алдыңғы бұйымын, алдыңғы детальды отдельно тоқимыз. Оның бәрін көрсетем алда. Сосын мынадай ажурный манжет жасаймыз.